ауырғанда. Тісім ауырып тұр, не істесем болады? Ауырып тұрған тіске бір насыбай қойсай, родной. Насыбай қойсаң, қойып. Насыбай бар ма? Әкеліп берді. Әлі ауырып тұр, родной. Бүйтейік, тұз бассай. Адыш кәді, тұз қояш, қайсысы? Или кішке темекі тартсай, родной, сол кезде қойып. Батя ұрса болады. Онда батяға тісіңді емдеп берсін. Түсіндің бе? Жүр тартып алып. Мына жағын байладық, родной, мына тісіңе байлайық та. Ауырады ғой мынау. Зато сезбей қаласың, сразу ашып жібереміз жұлынатыны. Давай. Ауырып тұр ма? Или ауырып тұрған тісіңе қатты бір ұрайындар, родной. Жоғы керек емес. Мынау кетанов, родной. Жартысын бөлесінде біреу ішіп аласың, біреу тісіңе қоясың ғой, иә? Сол кезде қою керек. Қоймасаң ұрамыз. Похуй. Тісін қою үшін, родной. Басқа зат ойласа, еліміздегі проблемаларды ойлайсың. Қояды. Не болды? Жүрегім ауырып жатыр. Мама, енді күнде шығады. Сенің банальный сылтау айтатын досың. Жасап тұтамады, родной, саған атылып тұр ғой кәдімгідей. Ебан, жынды болғым келмеді. Оның дәрежесіне түсіп. Ана қыз соска екен, е? Номерін алу, дұқын жете ма? Жоқ, мен Еркежанды жақсы көремін. Верныйсың ғой. Айымжал деп отырмын ғой. Мен қайта берем ғой. Отпады ма кішкене? Үйде мамашка жалғыз еді просто. Сен атына кредит шығады ше. Досрочно төлеп тастайын, бір телефон алып берші маған. Брат, мен үйдегілерге кредит алып беремін деп айтып қойғанмын просто. Алло, апай қазір не үйде кішкене семейный проблема алып қойып еді, барам. Жақсы. Не мынау? Бочка көрмей тұрсың. Көріп тұрмын, мынау не? Бочка өткенде жарылып қалған ғой, су құйып жатқан соң скотч тап қойған ғой. Миың скотчтау керек сен. Айуансың, самнан. Құр бар ешек бас, новый нап келіп. Бұл не мынау? Өткенде күрек сынып қалды, сосын ана мықты скотч тап қойған ғой. Топас, ешек айуан. Ана ажар есіктің алдында жылап отыр. Не үшін жылап отыр анау? Кеше ажарда сындырып алдым ғой, скотчтауға келмегеннен кейін жүріп алдым. Ешек бас. Жағың сыныпты сіздің, жағың скотчтауға келе ма сенің? Ол келмейді ау. Ешек, айуан, ешек. Мен сен папаға айтып берем, іш киімнің бәрін, үйге қыз алып келгеннің бәрін. Не айтасың енді, папа? Не айтасың енді? Түсінеді папа, соны айтсын. Ақтас! Ақтас! Балдай! Кеше осы жерде бір 100 теңге ма жоғалтып алған? Салам алейкум. Кімсің сен? Осы үйде, мына жерде бір қызға келдім. Дануна, қандай қыз нақ? Қыз деп тұр. Біздің районның қыздарына келетін кімсің сен? Не ағай? Ағай деген жоқ, ағай дедім. Ағай де маған, Өзі шақырды просто. Өзі шақырса келе бересің ба? Кім ол? Өзі жақсы көремін, сен сүйемді, өз үйде ешкім жоқ дегеннен кейін келдім. Үйде? Ертең үйде ешкім жоқ, кеп сепчік қасып кетсейін. Келмеймін болды, бұдан кейін келмеймін. Сақалын көртеп жібереміз енді көрсек. Келмеймін. Қорықпа. Мен жақсы көреді просто олға. Кім ол? Кім ол? Жақсы. Отыр ғой мен. Сәлем жігіттер. Осы ма? Иә. Онда бақыт бірге кетті, бірге кемесей. Кемесей қайтып оралмай. Босай? Қолымнан ұсташы